Дубайдағы Экспо 2020 дүниежүзілік көрмесі пандемия басталғаннан бері таяу шығыста бірінші рет өткізіліп отырған аса ірі халықаралық оқиға болып танылды. Қазақстанның ұлттық павильонында жоспарланған 30 іс-шараның алғашқысы жасыл экономикаға көшу мәселелеріне арналды. Сарапшылар беделді деп мойындаған Қазақстан Green Day іс-шарасының халықаралық жасыл технологиялар орталығы ұйымдастырды. Ол қазақстандық бастамалардың барынша қабылдануы үшін офлайн форматта да, сол сияқты онлайн форматтарда да іскерлік сессиялар сериясын абыроймен өткізді. Және де бұл тек біздің қорытындымыз ғана емес. Көрменің иелері де Green Day іс-шарасының ұйымдастырылуына оң баға берді. Мен Қазақстан делегациясына Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Экспо 2020 Дубай көрмесінде қуана қошеметімді білдіремін. Бұл іс-шара іскерлік қарым-қатынастарды нығайтуға және жасыл экономика саласындағы бірлескен жобаларды іске асыруға серпін береді деп сенемін. Ең озық қолжетімді техника бюросының функциясын атқарып отырған халықаралық жасыл технологиялар орталығын өнеркәсіптің экологиялық қауіпсіздігін арттыру көптен бері алаңдатып келеді. Қазақстандық делегацияның Дубайдағы Экспо көрмесіндегі міндеті мейлінше айқын болды. Халықаралық жасыл технологиялар орталығының сөзден іске баяғыда көшкенін әлемге ашық көрсету. Жаңа экологиялық кодексте де шығарындылардың рұқсат етілген көлемі мен эмиссиялар ЭАДУ елдерінің деңгейінде берілген, яғни белгіленген меже елеулі болып табылады. Бұның мәнісі тек біреу. Заң шығару процесі республикада орталықтың табандылығының арқасында жасыл экономикаға бағдарланған. Іс-шарада маған өте жақсы әсер қалдырды. Әсіресе мемлекеттік органдардың, өнеркәсіптің, жасыл қауымдастықтар мен халықаралық сарапшылардың өкілдері арасындағы конструктивті диалогтың форматын атап өткім келеді. Қазақстанның дұрыс жолда екені сөзсіз. Мен Қазақстан дұрыс бағытта ілгеріліп келеді деп сенемін. Қазақстан Green Day спикерлері, халықаралық және ұлттық сарапшылар, министрліктердің, бизнес пен қауымдастықтардың өкілдері болды. Халықаралық жасыл технологиялар орталығының алаңында барлығы 24 спикер жұмыс атқарды. Олардың 13-і шетелдік жоғары деңгейлі сарапшылар. Негізгі тақырыптар өңірлік экологиялық тәуекелдерді басқару. Елбасының бастамасы жасыл көпір серіктестік бағдарламасы. Ең озық қолжетімді техниканы ендіру. Сонымен қатар парниктік газдарды басқару мәселелері болды. Бұл жаһандық сын тегеуріндердің барлығы туралы қысқаша айтылып қана қоймай, сонымен бірге пікірталастар барысында олар жан-жақты қарастырылды. Мен қазір министрліктердегі халықаралық жасыл технологиялар орталығындағы біздің мамандарымыздың деңгейін көріп отырмын. Олар халықаралық сарапшылармен пікірталастарды ойдағыдай жүргізуде. Өз жетістіктерімен бөлісіп, олардың үздік тәжірибелерін алуда. Пікірталас жақсы жүріп жатыр. Бұл біз Қазақстан Республикасы барлық салаларда өсіп келе жатқанымызды көрсетеді. Халықаралық жасыл технологиялар орталығы қызметінің негізгі бағыты ретінде ең озық қолжетімді техниканы ендіруде Еуропалық одақтан, сол сияқты Ресей Федерациясынан шақырылған мамандар қатысқан іс-шара шеңберінде жан-жақты талқыланды. Олардың ең озық қолжетімді технологияларды ендіру бойынша практикалық тәжірибесін тыңдау Қазақстанның аса ірі өнеркәсіптік компанияларының қоршаған ортаға шығарындылардың көлемін ерікті түрде қысқартуға бірінші болып міндеттеген топ 50 ластаушы кәсіпорындардың бірінші басшылары үшін пайдалы болды. Іс-шараға қатысушылар сонымен бірге халықаралық жасыл технологиялар орталығы өнеркәсіптің негізгі салаларындағы ең озық қолжетімді технологиялар жөнінде анықтамалықтар әзірлеу бойынша жүргізіп отырған жұмысқа жоғары баға беретіндерін де жасырмады. Мұнда тек ағымдағы стратегиялық мәселелер ғана емес, сонымен қатар тұжырымдамалық мәселелер де талқылануда. Қазақстанда қабылдану тиіс төмен көміртекті құрам доктринасы талқыланып жатыр. Ең озық қолжетімді технологияларды ендіру компаниялардың 2025 жылға қарай өндірістерді іс жүзінде жаңғырту мен кей жерлерде жаңаларын сала алуы үшін ақша ағындарын қалыптастыруға көмектесетін ынталандыру мәселелері талқылануда. Көптеген сарапшылар Қазақстанның ұлттық павильонындағы іскерлік іс-шараларға экспо қонақтарының шынайы назар аударуы кездейсоқ емес деген пікірге келіп отыр. Халықаралық жасыл технологиялар орталығы әлемдік стандарттар деңгейінде жұмыс істей білетінін және жұмыс істей алатынын көрсетіп берді. Тек қазақстандық сегменттің өзінде әртүрлі бағыттарда 75 реттен астам аталу белгілі болып отыр.
Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялар орталығы арқылы отандық платформа өз әлеуетін тек елдік деңгейде ғана көрсетіп қойған жоқ. Сонымен қатар бүкіл орталық Азия өңірінде экологиялық бастамаларды құру және ілгерілету алаңына айнала алуға қабілетті екенін көрсетті. Не үшін? Түпкілікті мақсат адамдардың өмір сүру сапасын олар үшін анағұрлым салауаттық қоршаған орта жасау арқылы арттыруға қол жеткізу үшін.